Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз красный бархат печеньесін пісіреміз. Пісіру жолы өте оңай, көп уақытыңызды алмайды. Сізге де пісіріп көруге кеңес беремін. Алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызға шекерімізді қосып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Миксерлеп алған соң, 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Біркелкі масса болған соң, пищевой красителіміз салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Достар, сіздерге менің видеом ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Енді бір бөлек табамызға ұнымызды, үстіне какаоңызды және де 1 чай қасығы разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, сразу салып жібермейміз, біртіндеп сұйық массамызға саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұнны бәрін салып жібермейміз. Ұнның мөлшеріне қарай сізде көп кетуі мүмкін, немесе аз кетуі мүмкін. Міне енді біздің қамырымыз дайын, түсі осындай қанық, қызғылт болып шығады. Және де осындай ас қасықтың көмегімен аламыз, және де қолдың көмегімен шарик жасаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, қамырмен жұмыс жасау өте оңай, қолға жабыспайды. Міне осындай шариктер жасаймыз. Шариктер жасап болған соң, осындай сахарный пудрада айналдырып аламыз. Содан соң противенің үстіне саламыз. Арасын 4-5 см арақашықта қойыңыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 8-10 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің печеньеміз дайын. Печеньеміз өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын баса кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше. Астарыңыз дәмді болсын.